Армысыздар неге каналының көрермендері. Біз бүгін кәдімгі азулы жолбарыстың, яғни тигрдің арғы атасы қылыш тісті жолбарыс жайлы сөз қозғаймыз. Яғни смилодон. Қылыш тісті жолбарыс шамамен динозаврлар дәуірінде осыдан 14 000 жыл бұрын өмір сүргені және 10 000 жыл бұрын жойылғаны соңғы уақытта ғалымдардың зерттеуінен белгілі. Ал бүгінде олар неге ғұмыр кешпеді? Міне ол арасы өте қызық. Жарайды, ендеше қылыш тісті жолбарыс қандай болды, соған тоқталайық. Бұл жолбарыстардың бабасының екі езуінен шығып тұратын қайқы тісі, яғни қылыш тектес сояудай ұзын екі тісінің ұзындығы шамамен 17 сантиметрді құраған. Бір қызығы, әлгі қылыш тісі азумен бірге құйылмалы түрде бірігіп жаралған екен. Ал смилодонның салмағы 300-400 келіні құраған деген дерек бар. Бұл дегеніңіз, бүгінгі аң патшасы арыстанның салмағынан бірнеше есе көп деген сөз. Бірақ соған қарамастан денесінің бөлігі аю сияқты май емес, пошымының 99% мықты дамыған бұлшық еттерден құралған. Құйрығы қысқа болған. Смилодон негізінен Америка континентінде өмір сүрді деп топшылайды ғалымдар. Бүгінде Американың шөлді және шөлейтті жерлері ол кезде ну орман мен қалың шөп хайуанаттар үшін отты жер болғанға ұқсайды. Ал смилодонның табылған сүйектеріне зерттеу жүргізген ғалымдар оның алдыңғы аяқтарының өте ауыр күшті дамығандығын, соның арқасында мамонт тағы басқа ірі жануарлар мен аңдарды ұстап жеген деп топшылайды. Бірақ смилодонның құйрығының өте қысқалығына қарасақ, жүгіруге аса епті болмағанға ұқсайды. Аңдардың құйрығы жүгіргенде бұрылуға көмектесетіні белгілі ғой. Ал смилодон бұл тұрғыдан салмағының ауырлығына қарай бәлкім жүгіруі қиындық туғызған сияқты. Бірақ смилодон бұл тұрғыдан өзінің ұяластарымен бірге бірлесіп шабуылдауы ықтимал. Оның негізінен аулайтындары бизондар мен жылқы тұқымдастар, тіпті мамонттар болған. Бірақ смилодонның дене тұрқы қазіргі жолбарысқа қатты ұқсағанымен, олардың бірлесіп аң аулау әдістері арыстандарға ұқсаған. Себебі арыстандар аңды топтаса бірігіп аулайды. Ал жолбарыстар аңды негізінен жеке аулайтыны белгілі. Америкалық ғалымдардың пайымдауынша, смилодонның ұзын қылыш сияқты тісі болғанымен, қазіргі арыстаннан мықты болмаған деп топшылайды. Оны жақсы сақталған жақ сүйектерін ашып жауып, зерттеу жүргізуі арқылы байқаған. Бірақ смилодонның жақ сүйегі айтарлықтай мықты болмаса да, мойынның бұлшық еттері мықты дамыған дейді. Ал ұзын азу тістері мүмкін өзі шабуыл жасаған жануарды жаралап барып, мысалы әлгі жануардың қарынын тістеп, жұлып алу арқылы жаралап құлатуы да бек мүмкін деп қорытынды шығар. Тіпті жақ сүйегінің әлсіздігіне қарап, тісінде жыландікі секілді болуы мүмкін дегенде ғалымдар бар. Бірақ бұл ой шындыққа жанаспайтын секілді. Қазіргі мысық тектес аңдарға қарасақ, олардың барлығы өзі ауламақ болған аң құстарының тамақ тұсына жабысады. Тұншықтыру арқылы өлтіреді. Осы тараптан алып қарасақ, смилодон да аңдардың тамағынан жабысуы мүмкін. Бірақ өте ұзын тістері икемсіз болмайды ма деген ой болған. Смилодонның өте алып алдыңғы аяқтары өзі шабуылдаған аңды жерге құлатып, мықты бұлшық етті өткірде жуан болып жаралған алдыңғы аяғындағы тырнақтармен жерге жаншып барып, жануардың тамағындағы күре тамырына ұзын тістерін батырады деп қорытындылай түседі ғалымдар. Бір қызығы, смилодонның не себепті жер бетінен жойылғаны әлі күнге белгісіз. Бірақ осы орайда көкек өз атын өзі шақырады демекші, адамдар да өздерінің екі аяқты жауыз екенін ұмытып кете береді. Мысалы, адамдар ол уақытта бірігіп өмір сүре бастағаны, мүмкін өмірлеріне қатер төндірген әлгі смилодонды солар құртуы да бек мүмкін емес пе? Ол арасы бүгінгі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып келеді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Сіздің ойыңызша смилодон, яғни алып қылыш тісті жолбарыс қайда жоғалды? Бүгін біздің заманымызда неге жоқ? Ол арасы белгісіз. Егер өзіңіздің тұжырымыңыз болса, комментарий қалдырыңыз. Смилодон туралы әңгіме ұнаса, лайк басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Достарыңызға сілтеме арқылы таратыңыз. Қазақша YouTube'ды бірге дамытайық.